саламатсыздар ма? Сізбен бірге алға топ сервисі. Мен сіздерге бүгін біздің сервиспен қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетемін. Сіздермен бірге әр тармағы бойынша бүкіл баптауларын жасап шығамыз. Ең алдымен дүкеніңізді біздің сервиске тіркеген кезде тауарлар бөлімі ашылады. Бұл жерде сіздің каспиіңізде қанша тауар бар, барлық тауарлар осы жерге енгізіледі. Қарап отырсаңыз, бізде ең алдымен бот жұмыс жасап тұрған жоқ, және нәже жазылып тұр, бот жұмыс істемейді деп. Ол үшін бізде бүкіл баптауларын жасап шығу керекпіз. Жасау үшін алдымен минималды бағасын оратамыз. Минималды баға дегеніміз, ол бот сол бағаға дейін түсіреді, одан төмен бағасын түсірмейді. Мысалы, мына тауардың бірінші орын бағасы 2349 теңге қазір. Біз минусқа кетіп қалмас үшін, мысалы, 1750 деп, 55 деп оратайық. Ол бізде минималды баға болады. Бот тек қана осы бағаға дейін түсіреді, және одан төмен түсірмейді. Екінші баптау, ол максималды баға. Егер де мысалы осы тауарды ашатын болсақ, біз нәже бірінші орын тұрмыз, Ипа Қойшыбаев. Мына 2300 осы екі тауар мысалы кетіп қалса, біздің бот бағасын осы жоғарыға қарай көтереді. Мысалы, Лавка Чудес деген магазин кетіп қалса, біздің бот бағасын 2500 теңгеге дейін көтереді. Осы магазин кетіп қалса, бағасын 2900 теңге деп көтереді. Сол үшін максималды бағасын оратамыз. Мына жерге 3555 деп оратайық. Және де бот жұмыс жасау үшін, бастау үшін жұмысты автотөмендетуді қосамыз да, автокөтеруді қосамыз міндетті түрде. Осы кезде бот жұмыс жасай бастайды. Мына жерде басында сұрақ белгісі болады, себебі бот әлі айналымға шыққан жоқ. Шыққаннан кейін мына жерде сіз нешінші орында тұрғаныңызды көрсетеді. Осы тауар бойынша жасап шығайық. Екі тауар бойынша жасап шығамыз. Бұл біріншісі. Қадам дегеніміз, мына тауар бойынша 1 теңгеде орналасып тұр. Ол мысалы мына жерде ашып қарасақ, мына жерде бағасы 2350 теңге деп тұр ғой. Біз бот бағасын 1 теңгеге төмендетеді. Себебі мына жерде 1 теңге жон тұр. Біздің қадамымыз. Мына жерге мысалы 20 теңге десек, бот бағасын 20 теңгеге төмендетеді. Қалдығы дегеніміз ол остаток. Мысалы сіздің қолыңызда 5 штук тауар болатын болса, осы тауарын мына жерге 5 жаза аласыз. Осы 5 тауардың бәрі сатылып болғаннан кейін бот тауарды сатылымнан алып тастайды. Екіншісі, бізде турбо жылдамдық бар, бірақ та сізде алдымен бұл қосылып тұрмауы мүмкін, себебі бұны менеджер қосады. Бұны қосқан кезде бот тауардың бағасын 1 минуттың ішінде бірінші рет өзгертеді. Мысалы, 2 рет өзгерту мүмкін, немесе 3 рет өзгерту мүмкін, бірақ та өте жылдам жұмыс жасайды. Мысалы, обновление жасасақ, осы жерде біз шығып тұрмыз. Мына жерде осы тауар бойынша бірінші орында тұрмыз, мына жерде біз 13-ші орында тұрмыз. Себебі бізде минималды бағаға бірінші орынға шығу үшін жеткіліксіз, немесе тең. Енді келесі жағға шығамыз. Ағымдағы баға дегеніміз ол қазіргі сатылып тұрған бағасы. Мына жерде мысалы 2349 теңге деп тұрса, бұны бағамыз біздің 2349 теңге. Мына жерде дәл солай. Мысалы, мына жерде ағымдағы баға 888 теңге, осы бағамен сатылып тұр деген мағына. Мына жерде бірінші орын бағасы жазылады. Мына жерде мысалы біз бірінші орында тұрмыз, біздің бағамыз жазылып тұр. Ал мына жерде 693 теңге. Минималды бағамыз жеткіліксіз деген мағына. Және де сатып алу бағасын енгізуге болады. Ол тауардың маржасын есептеу үшін арналған зат. Ол бізде қалай есептеледі десеңіз, мына жерге бассаңыз болады сұрақ белгісіне. Біз сату бағасынан Каспидің комиссиясын алып тастаймыз, сатып алу бағасын алып тастаймыз, және де салықтар, налоги, және жеткізуге қанша ақша бергеніңізді алып тастаймыз. Солай сізде тауардың сатып алған бағасы шығады. Мысалы, мына жерде 444 теңге деп орнатайық. Мына бізде саналып шықты. Егер де осы ағымдағы бағамен сататын болсақ, 1553 теңгемен бізде 66% маржа шығады. Ол өте жақсы результат. Егер де мысалы минималды баға жетсе 1755 теңге, бізде маржа 1048 теңге болады. Алдыңғы жарнама бойынша осылай жұмыс жасайсыз. Әр баптау бойынша, егер де сізде тауарыңыз аз болса. Мысалы, кейбір дүкендер болады, кімде мүлдем несі жоқ,
мысалы 1000 товар болса, ол сіз әр товарға осылай жасай алмайсыз ғой, сізге өте көп уақытыңыз кетіп қалады оған. Сол үшін сізге көрсетіп шығамын қалай жасау керек екенін. Ол үшін құралдар деген жерге кіреміз де, жаппай баптаулар деген батырманы басамыз. Біріншін таңдасақ, бұл жерде жазылып тұр. Барлық тауарлар үшін автотөмендету және минималды бағаларды орнату. Бізде мына жерде мысалы минималды баға орнатылмай тұр ғой. 0 деп жазылып тұр бүкіл жерде. Біз осы ағымдағы бағадан проценттерін алып тастап, минималды бағасын орнатамыз. Және де автоматты көтеру және төмендету өзі қосады осыны басқан кезде. Мысалы, мына жерге қанша десек 8%-ін алып тастайық десек, ол мысалы ағымдағы бізде текущий баға қандай тұр, сол бағадан 8% алып тастайды да, сіздің минималды бағаңызды орнатады. Ал мына жерде қымбаттату деген дәл солай, бірақ та сізде текущий бағаға, ағымдағы бағаға үстінен процент қосады да, сіздің максималды бағаңызды орнатады. Мына жерде мысалы 14 дейік. Орында басамыз. Обновление болды. Қарап тұрсаңыз бәрі қосылды өз бетімен. Минималды бағасы орнатылды, максималды бағасы орнатылды, бәрі оратылып шықты. Бірақ та оны кішкене есептеп жасау керек, себебі біз ағымдағы бағадан бағасын аламыз. Осы ағымдағы бағадан минус айтеміз, немесе үстіне қосамыз. Және де ағымдағы бағаларды максималды бағаға көтеруге деген болады. Ол мысалы бот осы бізде максималды бағада қандай баға тұр? Мысалы 2670 теңге. Осы бағаға дейін көтеріп, қайттан ботты төмендетеді. Ол екіншісі. Енді экспорт-импорт арқылы жасауға болады, және де бізге ол үшін жалпы айтқан кезде таблица арқылы жасаймыз. Мысалы сізде 5000 товар болатын болса, таблица арқылы жасау өте оңай, және де өзіңіз товардың сатып алған бағасын бәрін біліп отырсаңыз, осылай есептеп бізге енгізуге болады. Алғатып бойынша стандартты Excel-ін таңдаймыз, және барлығын таңдаймыз. Немесе жариялағандар таңдауға болады. Ол мысалы бізде сатылымда қанша товар тұр, бәрін жасай аласыз. Мысалы бізде 2 товар. Мен әже барлығын жасаймын да, нәтижені жүктеп алу деп басамын. Басқаннан кейін бізде осында сілтеме шығады. Кәдімгі сілтемені көрсетем. Мына бізде әже магазин атауы болады, товардың артикул болады, Каспида қандай аты жазылған болады, название, статусы болады. Мысалы мен жаңа барлығын таңдадым ғой, менде 2 товар болған сатылымда. Менде мына осы 2 товар, планшет және корзина екеуі сатылымда тұр. Біздің склад шығады, город. Цена дегеніміз сатылып тұрған бағасы болады, бірінші орында болған. Және бірінші орында тұрған бағасы мына жерде жазылып тұр. Жаңа мен сізге айтқандай цена закупа бар ғой, есептеуге арналған. Соны осы жерге орнатуға болады, мысалы 888 теңге деп. Автоснижение мына жерде мысалы қосылып тұр. Минималды бағасын мына жерден өзгертуге болады. 1777 деп. Мына жерде максималды бағасын өзгертуге болады. Шаг демпингін өзгерте аласыз. Позицияны өзгерте алмайсыз, себебі оны бот өзі алады есептеген кезде. Және остатканы орнатуға болады, ол бізде қалдықтар қанша сізде бар екені. Осының бәрін жасайсыз да, сосын жүктеуге басасыз да, кестені жүктей саласыз. Жаңағы кестені алып, мұны біз жасаған кесте. Сосын осы жерге настройкаларымыз бізден шығады, біздің сайтта осы жерде өзгертіліп. Бұл товар бойынша барлық баптаулар. Енді келесі бөлімге өтеміз, ол дүкен баптаулары. Телеграмда хабарландырулар дегеніміз, мысалы сіз жерге өзіңіздің API кілтіңізді орната аласыз. API кілтіңізді орнатқан кезде біз сіздің тауарларыңызға жауап береміз. Мысалы, тауар сатылымнан шыға алмай қалса, осы біз сізге Telegram бойынша анықтама жереміз, осы товарды Каспи бізден сатылымнан шығарылмады деп. Сосын сіз өзіңіз оны шығару керексіз. Ол осы үшін арналған зат. Екіншісі бізде Каспи кезетін логині болады және паролі болады. Сіздің өзіңіздің Каспиіңіздің. Одан кейін API кілтті міндетті түрде орнату қажет. Ол осы жерден мысалы баптау деген жерде, настройка деген жерде осы жерде болады, оң жағында. Осы жерден аласыз. Боттың жұмысын жүргізетін қаланы таңдау дегеніміз, мысалы сіз Астанадан сатасыз, бірақ та Қарағандыда, мұны мен уже орнатып қойдым. Қарағандыда сататын жеке өзінің бір магазин бар, ол межгород арқылы жұмыс жасамайды. Тек қана замлер емес, тек қана қаланың ішін сатады. Замлерға мүлдем заказ тасымайды, сондықтан бот оны көру үшін, себебі бізде бот бүкіл Қазақстанды айналады ғой, және Қарағандының ішін жеке айналып шығу үшін осы жерге Қарағанды қаласын таңдаймыз. Таңдаған кезде бот осы Қарағанды қаласында қандай дүкен бар, тек қана осы
қанша сатып тұрған сол дүкенменде бәсекелесіп бірінші орынға шығарады сіздің дүкеніңізді кішкене жеке баға қойып. Ол осы үшін арналған. Екіншісі, бағаның төмендету деген ол демпинг, ол басты баптау, бағаның төмендету үшін арналады. Осыны мысалы қосылмай тұрса, сіздің бот жұмыс жасамайды. Бот төмендетпейді бағасын. Бағаны бірінші орындағы бәсекелес сияқты белгілеу дегеніміз, ол мысалы бізде минималды бағаны жерде қанша деп қойық? 555 деп қойық. Сізде мысалы біздің бот бағасын жерде 693 теңге деп қояды. Одан төмен түсірмейді. Мысалы осы баптауды қосып қойсақ, осыны қосып қойсақ, бот бағасын 1 теңге төмендетпейді осы бағадан, дәл 693 теңге деп қояды. Бірақ та бірінші орынға қай дүкен рейтингі жақсы, сол дүкен болады. Ол осы үшін арналған. Бірінші орынға жақындау дегеніміз, осыны қоссақ, бот бағасын 692 деп төмендетпейді бірінші орынға шығару үшін. Үстінен 1 теңге қосады. Сіз әрдайым екінші орында боласыз. Ол 694 теңге деп қояды, сіз әрдайым екінші орында боласыз. Осы Нұрди деген дүкеннің орнына сіздің дүкеніңіз болады. Автокөтеру деген ол жалпы настройканы қосу. Мысалы, мына жерде қосу керексіз да, содан кейін міндетті түрде осы жерде қосу керексіз. Осы жерде қоспасаңыз, автокөтеру жұмыс жасамайды. Егер де минималды баға жетпесе не істеу керек дегеніміз. Мысалы, менде 2-де 20-ші орында күресу деп жазылып тұр. Ол 2 және 20-ші орында өзі күреседі, бағасын немесе төмендетеді, немесе көтереді. Солай сіздің дүкеніңізді бірінші орынға қай дүкен тұр, мысалы сіздің минималды бағаны жеткізіліксіз болса, сол орынға таяу қылдырып, өзі ойнатып жүреді бот сіздің дүкеніңізді. Бірақ та әрдайым бірінші орында қай магазин тұр, сол дүкенге дейін барасыз. Бірақ та минималды бағадан сіз орнатқан одан төмен түсірмейді бот. Мысалы, 555 теңге тұр, осы 555 теңгені төмен түсірмейді. Бағасын 560 деп қою мүмкін, 570 деп қою мүмкін. Бірақ та сол осы қандай дүкендер орнатылған, 2-20-ші орында сіз бірінші орынға міндетті түрде шықпайсыз, себебі сізде минималды бағаның жеткіліксіз болса. Осы өзі ойнатып, сізді бірінші орын мен екінші орын арасында ұстап жүреді. Минималды бағаға түсіру дегеніміз, ол бот сіздің дүкеніңізді міндем ауыстырмайды бағасын. Мысалы, минималды баға жеткіліксіз болса, қандай сізде минималды баға орнатылып тұр? Мәже, мысалы, 555 теңге. Осы 555 теңгенің ішіне өзі қоя салады, болды. Ештеме істемейді, осы минималды баға қояды да түк істемейді. Негізінде осы 2-20-ші орын күресу деген дұрыс. Бәсекелес болмайтын дүкендер дегеніміз, мысалы, сізде бірнеше дүкеніңіз болса, мысалы, айтсақ 3 дүкеніңіз бар. Осы жерге ID-ларын жазып қойсаңыз болады. Мысалы, бірінші дүкен, екінші дүкен ID. Ол сіз осы дүкендермен жарыспайсыз деген мағына. Бот бір-бірімен жарыспайды. Мысалы, біздің бот осы дүкен бірінші орында тұрғанын көрсе, ол онымен бәсекелесіп бірінші орынға шықпайды. Себебі ол сіздің дүкеніңіз деп көреді, игнорировать етеді. Толықтай. Бағаның төмендету қадамы дегеніміз, ол жаппай шаг. Мысалы, жаңа тауар сатсаңыз, мысалы 2 теңге деп шығады. Мен өзіне жаңа 1 теңге деп өзгерткем. Негізінде стандарт түрде 2 теңге деп болып тұрады осы жерде. Мысалы, жерге 5 деп қойсаңыз, 5 деп болады. Осылай сохранить деп бассаңыз. Сосын жаңа тауар енгізсеңіз, соның қадамы 5 теңге болады. Тек өз қалаңыздағы жеткізілумен бәсекелесу деген, сізде мысалы қалаңызда тек қана өзіңіз сататын болсаңыз, немесе көп адам сататын болса, тек қана сол сіздің қалаңыздың ішінде кім бүгін жеткізеді тауарларды, солармен ғана бәсекелесесіз. Басқа магазиндармен бәсекелеспейсіз, кім межгородта отыр. Мысалы, Астанада отырып, тек қана кім Астанада сатып жатыр, солармен ғана бәсекелеске шығасыз. Мысалы, Алматыдан межгород жіберетін адамды магазин біздің қабылдамайды. Экспресс дегеніміз дәл солай, бірақ та тек қана кім 3 сағаттың ішінде жеткізеді, солармен бәсекелесесіз. Экспресс Яндекспен бірге жұмыс жасайды ғой. Осы экспрессті қоссаңыз, кім 3 сағаттың ішінде жеткізеді, солармен бірге бәсекелесесіз. Салық дегеніміз ол налог, ол және де налог дегеніміз тарифтердің жеткізудің орташа бағасы дегеніміз, ол тауардың маржасын санау үшін арналған зат. Жаңа біз осы жерде орнатқан мына салықтар жеткізу бағасы осы жерде минус жасалады. Мына осы жерге қандай бағаны орнатасыз, солай біз сізге есептеп береміз. Автомат түрде тапсырысты қабылдау дегеніміз, осыны қоссаңыз, егер де сізде заказдардың бәрі осы жерге новый деген жерге түссе, және де сізге заказды қабылдау үшін 3 сағат берілсе, сіз осы настройканы қосып қоя аласыз. Сонда біз заказдардың бәрін өзіміз қабылдаймыз.
сізге басып принять заказ деп керек емес, бірақ та ол үшін жерге міндетті түрде IP кілтін орнату қажетсіз. Содан кейін ботты өшіру батырмасы. Осыны бассаңыз, бот өшіп қалады, сосын жұмыс жасамайды. Жалпы бүкіл бот бойынша тармақтар осы, бүкіл баптаулары осы. Егер де сұрақ болса, бізге хабарлассаңыз болады. Біз күнде демалыссыз сағат таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс жасаймыз. Сау болыңыздар.